Сәлеметсіздер ме баршаңызға. Бүйрек ауруының соңғы сатысы эскип деп те аталады. Бұл кезде екі бүйректе 10-дан аз тиімділікпен жұмыс істейді, және олар қайтымсыз зақымдалған. Созылмалы бүйрек ауруының негізінен 5 сатысы бар. Оның ішінде бүйрек ауруының соңғы сатысы соңғы немесе терминалдық, немесе соңғы немесе 5-ші сатысы болып табылады. Бүйрек ауруының соңғы сатысының қауіп факторлары диабет, қан қысымы, темекі шегу, семіздік, ауырсынуды басатын дәрілер, мен антибиотиктер сияқты кейбір дәрілер, генетикалық аурулар және кейде бүйрек тастары болып табылады. Бүйрек ауруының соңғы сатысында емдеудің тек 2 нұсқасы бар. Бұл диализ немесе бүйрек трансплантациясы болуы мүмкін. Алайда, егер сіз қан қысымын бақылау, қан қантын бақылау, салмағыңызды бақылау, жеткілікті сұйықтық ішу және тым көп ауырсынуды басатын дәрілер немесе антибиотиктер қабылдамау сияқты қауіп факторларын анықтап емдей алсаңыз, бүйрек ауруының соңғы сатысын кешіктіруге немесе кейде тіпті алдын алуға болады.